Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай дәмді, үлпілдек, аузда еритін медовый торт пісіретін боламыз. Алдымен балымызға сармай қосамыз. Оны отқа қойып, ерігенше араластырамыз. Сармай еріген соң, 1 чайный ложкада сода қосамыз. Оны жақсылап араластырамыз. Ол осылай көпіреді. Осылай жаймен сары түске кіре бастайды. Соңында карамельный цвет болғанда оттан аламыз. Енді ыдысымызға 4 жұмыртқаны шағып аламыз. Шым-шым тұз салып, жақсылап араластырамыз. Енді аз-аздан қантымызды салып отырып көпіртіреміз. Осылай пышный масса болу керек. Енді шамалы суыған балды массамызды аз-аздан қосамыз. Балды массамыз қатты суып кетпеу керек. Осылай бір келкі болғанша араластырамыз. Енді аз-аздан ұн қосып отырамыз. Венчикпен жақсылап араластырамыз. Қатты араластырып жүрмеңіздер, өйткені қамырымыз отырып қалуы мүмкін. Мінекей массамыз дайын болды. Енді пергамент төселген листімізға бәрін салып аламыз. Жақсылап жан-жақтарын тегістейміз. Қызып тұрған 180 градус пешімізде 10-12 минут пісіріп аламыз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Өте жұмсақ, үлпілдек болып шығады. Қамырымыздың піскенін зубочисткамен тексереміз. Міне, зубочисткамыз құрғақ болып шықты. Енді кремін жасаймыз. 400 грамм қаймағымызға 250 грамм сгущенка саламыз. Оны жақсылап миксерлейміз. Қаймақты кез келген базардан қолдың қаймағын алуға болады. Мінекей осылай көпіргенше жақсылап араластырамыз. Дайын болған крем осылай артынан із қалдырады. Креміміз дайын. Енді суыған корждарымыздың шеттерін тегістеп алып тастаймыз. Бұл шеттерін қазір жақсылап майдалап, үстінен себетін боламыз. Коржымызды екіге бөліп аламыз. Енді әр коржымыздың ортасынан тағы да бөліп шығамыз. Сонда бізде 4 бөлік болады.
мына шетінен кесілген қамырымызды блендермен майдалап аламыз. Енді тортымызды жинаймыз. Кремімізді көбірек салсаңыздар, өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Тортымызды тегістеп, кремді барлық шетіне жағып шығамыз. Ұсақталған коржымызды үстінен сүйіп шығамыз. Мінекей тортымыз дайын. Енді тортымызды 1-2 сағатқа холодильникке алып қоямыз. Немесе түнде жасап, азанда дәмін көрсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Баршаңызға ас болсын.